биология пәні мұғалімі Сапарбекова Мадина Дарқашқызы, педагог модератор. Өрлеу ұлттық біліктілікті арттыру ұлттық орталығы ұйымдастырып отырған педагогикалық идеялар панорамасы жобасына ұсынылып отырған сарамандық жұмысымыздың тақырыбы өсімдіктердің өміріндегі элементтердің маңызы. Ол сарамандық жұмысты біз мектебіміздің химия пәні мұғалімі Гурисова Бибігүл апа екеуміз жасамақшымыз. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, мен Наташаны Гурисова Бибігүл Нарзиздаевна. Жалпы өрлеу ұлттық орталық ұйымдастырып жатқан панорамалық идеясына өз сарамандық жұмыстарымызды ұсынып отырмыз. Бұл сарамандық жұмыстың негізгі маңыздылығы табиғи минералды тыңайтқыштардың жалпы жасыл өсімдіктерге маңызы рөлі туралы айтамыз. Ал бүгінгі зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Өсімдіктердің өміріндегі элементтердің маңыздылығын бастамас бұрын біз бірінші бөлме өсімдігін горшокқа отырғызып көрейік. Ең алғаш отырғызғас бұрын астына гранит тастарды төсейміз. Гранит тастар бізге не үшін керек? Астындағы ауа қабатын және суды өткізіп тұру үшін бізге гранит тастары өте қажет екен. Қыздар маған көмектесіңдер, гранит тастарды астына төсеп шығайық. Отырғызамыз. Қасына топырақ салмас бұрын мына жердегі біздегі алдымыздағы бар тыңайтқыштарды Бибігүл апайлардың түсіндіріп берсем. Жалпы бізде өсімдіктердің өзі тірі ағза болып саналады. Сол себепті олар тірі ағзалардың құрамында минералдар болмаса өсімдіктер өсуін тежейді. Сол себепті адамдар секілді өсімдіктер де тыныс алмаса, қоректенбесе өмірін тоқтатады. Сондықтан да бізде өмір сүруіне ары қарай жағдай жасауына жалпы тыңайтқыштардың маңызы үлкен. Тыңайтқыштарды ең алдымен, мысалы азот тыңайтқышынан бастайтын болса, азот тыңайтқышы бізде өсімдіктердің жалпы жапырақтарының жап-жасыл болып өсуіне ең маңызды рөл атқарады. Егер азот тыңайтқышы жетіспейтін болса өсімдіктің құрамында, ол сарғыштана бастайды және түсе беретін болады. Күнделікті өсімдіктен жапырақтың түсуі көбірек пайда болады. Енді келесі бізде калий тыңайтқышын айтсақ болады. Калий тыңайтқышы жетіспеген жағдайда бізде өсімдіктер тамырынан бастап пиязшықтары, яғни пиязшық пайда болатын өсімдіктерде сол түп тамырымен жойылуға әкеліп соғады. Өйткені кейбір өсімдіктерде мысалға өсімдіктер өздігінен қурап солып қалады. Оның мәні мына калий тыңайтқышы жетіспесе, ол ең басты рөлде калий тыңайтқышы тамырдан бастап өсімдікті қопарып түбімен жоқ қылуға әсерін тигізеді. Сондықтан калий тыңайтқышын үнемі топыраққа құйып отыру керек. Енді келесі фосфор тыңайтқышы туралы айтатын болсақ, фосфор тыңайтқышы бізде қандай рөл атқарады? Фосфор тыңайтқышы әсіресе мынау біздің қазіргі табиғи тыңайтқыштарға, фосфор тыңайтқыш құрамында бар табиғи тыңайтқыштарға біз қандай тыңайтқыштарды келтіреміз? Шымтезек, көң, табиғи түрдегі және де мынау базарларда жалпы дайын түрде сататын тыңайтқыштардың құрамында фосфор тыңайтқышы міндетті түрде болады. Фосфор тыңайтқышы болмаған жағдайда өсімдік қандай күйге ұшырайды деген сұраққа келетін болсақ, фосфор тыңайтқышы жетіспеген жағдайда өсімдіктер біртіндеп сарғыштанады, жапырағы жартылай сарғыш, жартылай жасыл, жартылай сарғыш, жартылай жасылға айналады. Өсімдіктер біртіндеп түзу өспейді, қисық және өсуін тежейді деп айтуға болады. Сондықтан балалар мынау естіп отырған тыңайтқыштардың ішіндегі барлық тыңайтқыштар да маңызды рөл атқарады. Сондықтан біз өсімдіктерді бүгінгі тақырыпты маңызды тақырып ретінде алып отырмыз. Әріптестер, бүгінгі біз жалпы сарамандық жұмысымызда Мадина апай екеуміздің көрсетіп жатқан сарамандық жұмысымыздың маңызы оқушыларды араластыра отырып жасап жатыр. Себебі біздің оқушылар болашақ жастар, яғни түсіну керек, жалпы өсімдіктердің тірі жанды дүние екендігін түсініп, осы тірі жанды заттарға біз қандай қамқорлық, қандай қоректену құралын және қандай тыңайтқыштарды қоса отырсақ, гүлденіп алдағы кездегі өсімдіктердің
дамуына, яғни ешқандай да зиянкестерден аулақ болуына біз көмегіміз тигізу мақсатында оқушыларды осы сарамандық жұмысқа араластырып отырмыз. Бұл біздің мектепте жасалған зерттеулік жұмысымыз өте керемет өтті. Ендігі әрі біз тыңайтқыштарды біліп жүретін боламыз. Бүгінгі біздің сарамандық жұмысымыздың басты мақсаты бөлме өсімдіктерін өсіру және оларды күтіп баптау. Қазіргі таңда оқушылардың бөлме өсімдіктеріне қызықпауына байланысты біз осы тақырыпты алдық. Бибігүл апа екеуміз бүгінгі сарамандық жұмысымыз ойларды өтті деп ойлаймын. Оқушылар бұдан былайғы жолда бөлме өсімдіктерін қалай өсіру, қалай күтіп баптау керектігін түсінді, біліп алды, ұғынды деп ойлаймыз. Сендерге өте рахмет. Үлкен рахмет қатысқандарыңа. Алдағы уақытта бұдан да басқа да үлкен ғылыми жұмыстар, зертханалық жұмыстар жасаймыз деген ойдамын.